Бүгінгі таңда бейнебақылау камераларынсыз ешбір өндірісті елестету мүмкін емес. Оның бәрі ең алдымен қауіпсіздік шараларымен байланысты. Біздің кәсіпорында бұл жұмыс ресурстарды қорғау дирекциясымен тікелей байланысты. Оның жедел басқару және GPS бақылау бөлімі компанияның өндірістік орындарының басым бөлігін бақылауда ұстауда. В компании на объектах производственных 1065 видеокамер установлено. Компанияның нысандарында 1065 бірлік бейнекамералар орнатылған. Ол өндірістік нысандарда, деполарда, әкімшілік ғимараттарда, кеңселерді және бақылау өткізу пункттерін бақылауда ұстайды. Оларды қоюдағы мақсат ұрлықты болдырмау, өткізу режимін бақылау, қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бұзушылықтарды анықтау. Обеспечение безопасности работников, ну и выявление нарушений. жылдың мамыры мен 2026 жылдың ақпаны аралығында жедел басқару және GPS бақылау бөлімі 699 бұзушылық анықтаған. Олардың басым көпшілігі жол қауіпсіздігі ережелерін бұзу, жеке қорғаныс құралдарын киіп жүрудегі бұзушылықтар. Біз анықталған бұзушылықтар бойынша бұзушылық орын алған нысанның жауапты тұлғасына қызметтік хат жібереміз, ал жазалау шараларын олар өздері қабылдайды. Бейнежазбалардың сақталу мерзімі әр өндіріс орнында әртүрлі. Ал енді бұзушылық анықталып жатса, бейнежазба тексеру жұмыстары мен тергеу аяқталғанша сақталады. Коммерциялық дирекцияның орталық сақтау базасы үлкен сомадағы тауарлық, материалдық құндылықтарды сақтауда. Бұндағы бейнекамералардың міндеті ұрлық пен бұзушылықтардың алдын алу. Видеокамеры предназначены. Орталық сақтау базасындағы камералар еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының сақталуын бақылауға, ұрлықты болдырмау. База аумағында 20 бейнекамера орнатылған. Жазбалардың сақталу мерзімі 50 күн. 2021 жылдан бері оқыс оқиғалар тіркелмеді. Сохранность видеонаблюдения в течение 50 дней. С 2021 года никаких случаев не было обнаружено. Нөмір 2 жылжымалы құрам депосындағы бейнекамералардың саны 28 және бейнежазбаларды тәулік бойы шынайы уақытта ресурстарды қорғау дирекциясының жедел басқару және GPS бақылау бөлімі көре алады. Например, был у нас такие инциденты, как, допустим, человек, работает без каски. Бізде мысалы адамның каскасыз жұмыс істегені, немесе арнайы киімді толық кимей жұмыс істеуі сияқты бұзушылықтар анықталды. Оны олар ұмытып кеттім, асығып үлгермедім деп түсіндіреді. Тағы бір оқиға пойыз құрастырушысымен байланысты болды. Ол локомотив толық тоқтауын күтпей, одан түсіп кеткен. Ол бойынша бұйрық шығып, жауапкершілікке тартылды. Также был приказ о наказании, был привлечен к ответственности. Тау-Кен көліктік жабдықтарын жөндеу зауытының өндірістік цехтарында 124 бейнекамера орнатылған. Оларда тәулік бойы жазба жүргізсе, оларды зерделеп, талдау жұмысымен қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметінің бөлімі айналысады. В 2025 году было 80 выявленных нарушений, выписываем указания, 2025 жылы 80 бұзушылық анықталды. Олар туралы ескертулер жазып басшыларға жібереміз. Негізінен қауіпсіздік техникасына қатысты бұзушылықтар анықталады. Қайрау білдектерінде қолғаппен жұмыс істеу, жеке қорғаныс құралдарын пайдаланбау, каска кимеу, иек асты бауын тақпау, рұқсат етілмеген жерде темекі тарту сияқты бұзушылықтар орын алады. Сонымен бірге жұмыс тәртібін бұзу бойынша да бұзушылықтар анықталады. Мысалға, жұмыскер жұмыс істеп тұрған білдекті қараусыз қалдырып кетті, ал ол қауіпсіздік техникасы бойынша тыйым салынған. Рабочего, что запрещается по технике безопасности. Азаматтық қорғаныс және еңбекті қорғау басқармасы кәсіпорынның инженерлік техникалық мамандары кеудеге тағып жүретін 500 бейне тіркегіштер мен шахтада түсіруге арналған 22 бейне тіркегіш алған. Олардың және басқа да өндіріс орындарындағы бейнекамералардың жазбаларын ресурстарды қорғау дирекциясы мамандары жинап, қарап, тексеріп отырады. Ресурстарды қорғау дирекциясы мамандары және біз бейнекамералар жазбаларын тексергенімізден соң ұжым тәртіптірек бола бастады. Бұзушылықтар азайды. Қауіпсіздік техникасын және еңбекті қорғау талаптарын сақтауға тырысуда. По сравнению с прошлым годом
Былтырғы жылмен салыстырсақ, бұзушылықтар саны азайды, бірақ адами фактор салдарынан бір нәрсені ұмытып кетіп жатады. Біз оларды жазалауға тырыспаймыз. Біз бұзушылық жасадың, ережені ұмытып кеттің деп ескертіп алдын алуға тырысамыз.